Алматыда Орталық Азиядағы ең ірі 14-ші марафон өткізілді. Ұйымдастырушылардың айтуынша жарыс рекорд орнатқан. Жалпы марафон 60 елден келген 16 мың спортшыны біріктірді. Негізгі серіктес Каспий KZ инновациялық компаниясы. Ұйымдастырушылардың жай ғана демеуші емес, Алматы марафонның сенімді досы дейді. Марафонға біздің түсірілім тобымызда барып қайтқан еді. Биыл 14-ші мәрте республика алаңында таңсәрден бастап жүгірушілерді стартпен мәре аркасы қарсы алды. Жыл сайын мұнда жиналатындардың қатары артып келеді. Биыл өз күшін сынап көруге шамамен 16 мың адам ниет білдірген. Спорттық шараға Қазақстанның түкпір-түкпірінен және тағы 60 елден қатысушылар келді. Марафон ұйымдастырушыларының айтуынша биылғы жарыс рекорд жаңартты. Ең ұзақ аралыққа, яғни 42 шақырымға 1,5 мыңнан астам адам шыққан. Ал 10 шақырымды 8 мыңға жуық қатысушы жүгіріп өтті. Больше 60 стран. Бұл жарысқа 60-тан астам елден 1200 шетелдік спортшы келді. 42 шақырымға шамамен 1500 адам қатысты. Спортқа Қазақстан халқына деген қамқорлық үшін Каспийге үлкен рахмет. Қазақстандық инновациялық компания Каспий KZ Орталық Азиядағы ең ірі марафонның негізгі серіктесі ғана емес, сонымен бірге оның белсенді қатысушысы. Мен жалпы осы Каспий KZ компаниямыздың қолдауының арқасында 2017 жылдан бері қатысып келе жатырмын. 8 жылдан бойы жыл сайын келіп отырамыз. Біз жәнеде Алматы қаласы бойынша емес, барлық Қазақстан бойынша қатысушыларды шақырады Каспий KZ компаниясы. Сол барлығымыз келіп, жан-жақтан Қазақстанның түкпір-түкпірінен Алматы, Қарағанды, батыс, шығыс барлығы келіп, осы жерде өз бақтарын сынайды. Біз енді Каспий KZ жылда Алматы марафонның титулдық спонсорымыз ғой, ең басты. Сондықтан бізге деген жауапкершілік өте үлкен. Біз әрбір жүгірген кезде барлығы біздің компанияны танығандықтан қолдап, жақсы мәреге жетуге күш-жігер беріп отырады. Каспий KZ қызметкерлері бір жыл бойы жүгіруге тыңғылықты дайындалғандарын айтады. Ал компания оларды бұл жолда барынша қолдап отырған. 10 шақырым жүгірген болатынмын. Осы тамыз айынан бастап дайындықты бастадым. Арнайы осы марафонға қатысамын деп. Жеткен уақытым көңілден шықты. В Каспии у нас очень сильная комьюнити. Бізде Каспийде өте мықты команда бар. Әрдайым бірге жаттығып, бір-бірімізді қолдаймыз. Осындай мүмкіндік сыйлаған үшін Каспийге үлкен рахмет. Мен бұл шараға қатысып жатқаным, осы Каспиймен қатысып жатқаным 9 жыл болып қалды. 10 километрді жүгіргем, қазір 21 километр жүгіріп жүрмін. Мен жасым 61-ге толып, 62-ге кеттім. Дауарайда керемет болып тұр. Халықтың бәрінесі көңіл күйлері, сондай ақ-жарқын бәрі күлімдеп жүр, бәрі қуанып жүр. Әдеттегідей биылда 3 қашықтық ұсынылды: 10, 21 және 42 шақырым. Сонымен қатар командалық эстафета, экиден және скандинавиялық жүріс өтті. Спортшыларға өрлер мен еңістерді еңсеруге тура келді. Алматы марафонға биыл қатысып жатқаным 2-ші жыл, және де ұйымдастырушы Каспийға үлкен рахмет. Алғанға Каспий. 10 километр жүгірдім. 46 минутта. Жалпы мен үшін ол үлкен нәтиже. Және Алматы марафонының демеушілері Каспий KZ-ге үлкен рахмет айтқым келіп тұр. Өйткені осындай үлкен марафонға қолдау көрсетіп, қала тұрғындары үшін, қатысушылар үшін үлкен мереке жасап жатыр. Жарысқа қатысқан барлық спортшыға естелік медаль табысталды. Ал старттық жарналардан түскен қаражат ерекше қажеттілігі бар балаларға көмекке аударылады. Марафон өткізіліп келе жатқан жылдар ішінде 30-дан астам қайырымдылық жобасы жүзеге асқан. Назерке Ержанқызы, Ержан Еркінбеков, КТК, Алматы.